осы машина заказать ете салайын. Все, болды. Осы мен заказать ете салдым. Қазір біраздан кейін келіп қалар. Так, видео қосып жіберем ғой деймін. Қазір телефонды алып алайын. Тағы да сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеоны қызықты қылып түсірем деген ойдамын. Қанекей тез-тез 50 подписчикке жеткізіп тастайық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Так, телефонды қолымызға алып түсірейік. Далада не отыр? Нұрик, тез-тез далаға шық, жаңа мерді сайлайын деп отыр, тез шық. Кәс. Не айтарыңыз білмей алдық қой жителерге. Так, тез-тез далаға шығайық. Жителер не болып жатыр? Оны аяқта жаңа мерді сайлап жатыр, тез-тез бол, бергел бері. Так, бастап жіберейік. Құрметті жителер мен игроктар, жаңа ауыл, осы 13-ші ауылымыздың жаңа мерін қарсы алыңыздар. Бекжан Тұрысбеков. Кім дейді? Бекжан Тұрысбеков дейді. Дұрыс естімей тұрсың ба не? Кеше наушникпен ұйықтап қалған ғой, осы біраз дұрыс құлағым шыңылдап тұр. Саламатсыздар ма? Жителер мен игроктар, мен сіздердің жаңадан келген мэрларыңыз боламын. Осы 13-ші ауылды жаңартамын. Ауылдарыңызды ауыл емес, қала қылып тұрып өзгертемін боламын. Қанеке, маған дауыс беріңіздер. Мені сайлаңыздар дей ма? Сайла не ватыр. Мен сені сайламайым, что-то мұнан түрі подозрительно, достар. Мен саған дауыс бермеймін. Түсіндің ба? Мен саған дауыс бермеймін. Неге дауыс бермейсіз? Сен түрің что-то подозрительно бар ғой. Мен түрім осындай туғаннан бері андай доктор сияқтымын ғой мен. Дәрігер ма? Дәрігер сияқты. Менің ата-анамның бәрі дәрігер ғой. Отбасым, ағам, бауырым, менің қарындасым, тәтем, бәрі дәрігер ғой. Жарайды. Онда өздерің жалғастыра беріңдер. Что-то мұнан түрі подозрительно бар ғой, достар. Так, наяққа қарай барайық. Так, үйден шығып атыр ма, звук? Так, үйден шығып атқан сияқты не алып атыр? Достар, так. Тапсырыс келді дейді. Кәс шығам дейді, жазсайық. Так, қаяқта екен, қаяқта. Достар, мен бүгін общем деген жаңадан жарайды. Оны сендерге қазір біраздан көрсетейін. Так, қаяқта. Мені, достар, мен сіздер, так, мен осы, общем, жаңадан машина алдым, мынандай джип. Алдыңғы бөлімде естеріңді мен ақ жақта жерді қазып, мерден ақша алып, то есть, жердің астынан ақша алып едім ғой, білесіңдер ма? Содан кейін сол жердің ақшасынан, общем, жерді қазып тауып алдық қой, сол ақшаға осы джипті алып алдым. Қалай достар, сіздерге ұнайма, комментарийға жазып кетіңдер, ұнайды деп. Егер ұнамаса басқа машина аламыз. Бірақ енді ауылға, қалаға жүруге жарайды, потому что общем, ауылдан тегіс жерлер, шұңқырлар көп қой, сол үшін осындай кішкене тауға шығатындай машина мінбесең қиын. Так, тексеріп көрейік ал машинаны. Мысқақ кеттік па? Так, анжаққа қашып үлгерді, жарайды. Жителер, мен қараңдар, мен жаңадан машина алдым, қараңдар, қараңдар, көріндік бересіңдер ма жаңа машинаға? Нұрик, анжаққа барш, біз жаңа мерді сайлап атыр, кет бар анжаққа. Мұналар ұрысып бергендес, хотя бір ауыз айтысса болар еді. Отырып алайық машинаға. Так. Мына жақта торговлян келген ба? Торговлян, қара. Қара, мен жаңадан машина алдым, что-то маған бірдеңе бересің ба? Бірдеңе бересің ба? Осы сендер деп жүре бересіңдер бар ғой. Нормально сөйлесіңдерші. Бірдеңе сұрасы дейсіңдер. Бірақ сендерің жиделсіңдер ғой, бәрібір сендер. Так, машинамызға отырамай. Отырамай қалдық қой машинамызға. Все болды, отырдық машинамызға. Так, ауылды бір айналып шығайық.
Мен де достар алдыңғы бөлімде жерді қазып бастап еді. Жерге түсіп кете жаздадық қой. Өзіміз қазған жерге өзіміз түсе жаздадық. Так. Наяқта шұңқырлар бар, ана шұңқырларға түсіп кетіп жүрмейікші. Ана шұңқырларға түсіп кетіп жүрмейік. Так, ладно, мынаяққа келіп парковка қайттан қоя салайықшы. Қатып кетті ғой әбден. Майнкрафт қатып кетті ма, не болып кетті? Тоқта, жетелер! Нурик, анжаға бар дед қазағым, бар анжаға. Жетелер, кешіріңдер, енді машинаң біраз қатып жүреді екен. Мына машинаға әбден соқтық қой. Ама нормально ма айтыр? Нормально айтыр. Ладно, осында тұра берсін, жан жаққа кіргізгін кеп тұрған жоқ. Кіргізетін болсақ тағы бірдеңе сияқты. Мынаның моторын ауыстыру керек па? Мына мотор жоқ па, не достар? Мотор жоқ бірдеңені беріп жіберген бе или мотор жоқ па мынаның достар? Мынаның өзінен қайтарып басқасын алу керек. Или бірдеңе дұрыс айдамай жатыр ма? Мынаның мотор жоқ достар. Ауылда не істеуге болады? Басқанда грядкін жинағым да кеп тұрған жоқ. Шпісік біт. Жетелер, әлі сайлап атсыңдар ма өмірді? Нурик, берге сен дауыс берсе қызық болып атыр мұнда. Жоқ, мен дауыс бермеймін ешкімге. Мен өзім тып-тыныш жүре беретін адамын ғой, сендер өздерің сайлай беріңдер. Өзіміз жалғыз ішіміз пысып кетті ғой. Негізі ана қаладағы достарды ауылға шақырып, біраз кішкене тойлап сөйту керек еді. Міне достар, өткендегі жерді қазғанда жердің астынан тауып алған ақшамыз. Мынаны қараңызшы, әлі толып жатыр ақшамыз деген, вообще дым да құрмаған ғой. Ладно, мен онда видеоны аяқтайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарийларын жазып кетіңдер достар. Күн деген ысып, факелді аласайықшы, бәрі күн түсіп. Енді нормально оқып, сыныпқа салсайық. Әйтпесе күн асып кетті әбден. Ладно, достар, сау болыңдар. Мен наверное ноутбукымды ойнап басқа заттар заказать ете берейін. Так, давай.